Сәлеметсіз бе Айжан апай, сізді мектепте саяхатқа көп шығатын ұстаз ретінде білеміз. Сіз отбасыңызбен қай елдерге саяхаттадыңыздар? Біздер отбасымызбен жалпы 5 мемлекетке саяхаттадық. Соның ішінде Ресей, Өзбекстан, Түркияда болдық, Египетте және соңғы саяхатымыз Дубайда болды. Ол балаңызға қалай әсер етті? Мен балаларым саяхатқа шыққан кезде балалардың әсері өте жоғары болды. Соның ішінде бұрын балалар оқулықтан немесе картадан көрген қалаларын, нысандарын өз көздерімен көріп, өте қатты әсер алып, алдағы уақытта өз саяхатымызды жалғастырамыз деген ойда болдық. Қандай қиындықтар мен қызықтар болды? Ең бірінші қиындық саяхаттаған кезде ол біздердің ағылшын тілін білмеуіміз. Сондықтан да бұл біздерге енді ең бірінші қиындық туғызған мәселе болды. Алдағы уақытта өзіміз де балаларымыз да ағылшын тіліне басымдылық беріп, оқимыз, жаттаймыз деген ойда болдық. Рахмет сауалыңызға.